Ал қазір оқушылар кеп қалатын шығар, күтейік. Кешігіп кетті. Саламатсыз ба, апай, кешігіп кеттің ба? Кешігіп келдің. Кешіріңіз. Жақсы, орныңа отыр. Мен математикадан көптеген есептерді шығарып келдім. Тексересіз ғой, Әрине тексерем. Бүгін қайталау болады. Айдаден жеттік ау. Ке отыр, неғып кешігіп келдің? Той, апай, не болды? Жолда тұрып қалдық. Бол. Бүгін қайталау сабақтары болады. Бопты. Мына қыз қайда жүр? Апай, кешігіп қалдың ба? Конечно, кешіктің. Отыр. Жақсы. Фуй, не сасып кетті? Өлә, мұнаның саттар. Так, кім қалды бізде? Той, бір тесе сабақты бастайын десең үстесіңдер ғой. Сен, неғып кешіп келдің, анау деп сұрамайсың ба? Не болды, апай, біліп тұрып қой кешіп тұрғанымызды. Немене ана дәптерлерің? Дұрыстаңдар ана дәптерлерін, сыртын дұрыстап толтырыңдар. Бүгін қайталау сабағы болады, дайындалып келдіңдер ма? Дайындалып келдік. Жақсы. Бірінші, Медина, сенен сұрайым. Сен 90-дық бағың төмен, өте төмен, үшке түсіп баратыр. Так, Аружандікі бүкіл сабақ 5. Медина, Аружанда айттым. Кәусар, сенкі норм. Ал Ақмарал, сенкі вообще 2-ге, 2 вообще, 3 деп айтуға келмейді. Апай, не болды, 5 қоя салыңызшы. Келесі 90-ға уәде берем. Уәде деген жоқ менде. Одан да бүгін сабақтарыңды қайталаңдар. Маған жақсы көрсетсеңдер, мүмкін көтеріп қалармын. Бірінші сабақ матем. Тез, бұл дайындалыңдар. Мынаған кім шығады? Апай, мен шығайыншы. Шық. Так, бұған мынаны қосса, қазір жауабы 4-те 6 болады. Өте дұрыс, отыра ғой. Так, енді келесі. Ал мынаған кім шығады? Так, Аружаннан басқасын үшеуін шығыңдар. Мен шығайыншы. Қош, болмыш, сен жақсы оқып кеткенсің ба? Медина, тыныш отыр. Жарайды, не болды сонша? 3-те 5 бола ма? Жоқ, дұрыс емес. Орныңа отыр бар. Ха-ха-ха. Ой-бу. Медина, қазір тақтаға өзін шығарам. Одан да талпынып шығып атқан қызға рахмет де. Сен кел. Мен? Жарайды қазір. Қазір оның жауабы 1-де 2. Ой, сорлай, отыр бар, не мынау? Біреуге күліп қоясын, өзін шығарамайсың. Так, бізде шықпаған кім қалды? Ақмарал, сен қапсың, бер кел. Ой, бір. Шығар жаңа есеп. Қандай адан ау? 6, 12 ма? Енді жоқ, дұрыс емес. Неғып нашарсыңдар. Бопты, переменге шығып келіңдер бар. Абайдың 39-шы қара сөзі. Сен сонда сол жерде тұрасың ба? Өте қызық екен. Бұрын ол жерде тұрғанмын, қазір осы қалада тұрып жатырмын. Өте керемет. Балалар, кіреміз, сыныпқа кіріңдер. Қазақ тілі, мен сендерге қазір мына жерге етістіктер жазам, сендер соның жалғауларын жазып беретін боласыңдар.
көсемше. Көсемше бен алды қазір тоқта. Көсемшенің жалғауын маған кім айтып бере алады? Мен. А, Е, содан кейін И. Өте дұрыс, отыра ғой. Бұл енді біріншісі. Енді көсемшенің екінші жалғауын маған кім айтып береді? Мен айтайын? Кел. П болады. Өте дұрыс. Отыра ғой. Достар, екінші бөлімін қаласаңдар, осы видеоға 100 лайк жинап тастаңыздар. Сау болыңыздар.